Бүгін бізде тақырып алтында қалай трейд жасау керек. Мен қалай өзім трейд жасаймын, сол туралы талқылайтын боламыз. Жалпы бірінші бізге қажетті инструменттерді талқылап өтейік қазір. Яғни қандай инструменттер бар, қайсыларын қолданамын, соларды талқылап өтейік. Так. Ең бастысы, ең бірінші ол бізде ликвидность. Так. Жазып қояйық. Ликвидность оған қосылған off, яғни order flow. Яғни ликвидность дегеніміз литчарстер деп ойлаймын. Егерде білмесеңіздер, яғни ютубта осы туралы сабақ бар, соны қарап алсаңыздар болады. Яғни ликвидность деген, яғни жалпы белгілі бір ликвидностьтің шешілуі, мысалында мынадай жасауы, одан кейін ары қарай order flow-дың жалғасуы. Яғни осы ликвидность шешілуі ары қарай order flow не істеу керек, жалғасу керек. Осы комбинацияны не істеймін, жалпы алтында қолданамын. Бізге осы керек, яғни ликвидность пен order flow, оны бекіттік. Одан кейінгі инструмент ол бізде имбаланс, яғни имбаланс. Балансты жалпы балансқа жататын, ол бізде тағы да inversion FVG бар, оны да қолданамын. Кәдімгі имбаланс, осыларды қолданамын. Одан кейін таймфреймдер бойынша имбаланстарды да қолданамын. Яғни имбаланстарды таймфрейм бойынша да білем. Яғни олар көбінесе бізде ақпараттық, яғни информация, яғни қарау үшін просто ақпарат ретінде, оны былай жазып қояйын, инфо деп. Яғни ол көбінесе бір апталық, бір күндік. Одан кейін жаңағы мынау бір апталық имбаланстар да болуы мүмкін, жаңағыда инверс FVG да болуы мүмкін. Инверсионный имбаланстар. Бұл ақпарат ретінде қарау үшін кейбір кезде бір айдікін өте сирек қолданам. Жалпы келіп жатса онда қолданам. Бұл ақпарат көру үшін. Одан кейін яғни сделка ашу үшін. Entry. Яғни сделка ашу үшін мен қандай имбаланстарды қолданам. Мен алдымен 1 сағаттық, 4 сағаттық, 15 минуттық. Осыларды көбінесе қолданам. Яғни осы имбаланстар пайда болғанда не пайда болады? Бізде белгілі бір жақтың былайша айтқанда дисбаланс болады деген сияқты. Бір жақтың басымдығын көрсетеді. Сол үшін бұларды яғни кіші таймфреймді қолданамын. Яғни ол қалай? Мысалында күндік таймфреймда бізде long order flow келе жатыр. Содан кейін не? Мына жерде күндік имбаланс тастап кетті. Осылай делік. Яғни осыған коррекцияны күтемін, міндетті түрде коррекциясын күтемін. Яғни осының ішінде кіші таймфреймда, яғни 1 сағаттық, 4 сағаттық, 15 минуттық. Осы таймфреймда ликвидность пен жұмыс ары қарай подтверждение күтіп, яғни бұл жерде не пайда болу керек? Белгілі бір ликвидность шешілу керек, ары қарай кіші таймфреймдегі имбаланс пайда болу керек. Яғни ол бізде 4 сағаттық болуы мүмкін, 1 сағаттық, 15 минуттық. Яғни соның тестінен не істеймін? Ары қарай лонг қарастырамын. Яғни мына жақтарға. Яғни егерде
свинговый сделка болса глобальный целдер аламын. Егер интрадей сделкалар болса, онда локальный целдерға не істейді екен сделканы қарастырамын. Так, одан қатар, яғни бұл көбінесе яғни мынау нарративті, яғни бағаны қайда баратқанын, яғни дайын екенін көрсетеді. Яғни мына жерден үлкен бір апталық, бір күндік имбаланстың тестінен осындай реакция пайда болатын болса, бұл ары қарай лонгқа яғни лонгқа баруға дайынмын деген сөзді былайша айтқанда. Одан кейін мына имбаланстардың ішінде кіші таймфреймде да кейбір кезде не істеймін, сделкаларды қарастырамын. Яғни ол бізде модельді қойын. Ол бізде M3, M5, M3 пен M5, яғни 5 минут, 3 минуттық таймфреймдерде не істеймін, сделкаларды қарастырамын. Яғни онда не бол керек? Онда егер де баға құлап кеп, мына жерде соңғы имбаланстан мысалында инверсиясы болып ары қарай слом беретін болса, немесе баға құлап келіп ликвидспен жұмыс болса, одан кейін слом беретін болса, немесе инверсия болса, соны не істеймін, ары қарай лонговый сделкаларды қарастырамын. Яғни примерно осылай болады. Осындай сделкалар. Яғни егер свинговый сделкалар болса, онда стоп свинг хайға болады. Егер де локальный таргеттер болса, онда локальный ликвидностьпен жұмысқа, немесе имбаланстың ішіндегі ликвидностьпен жұмыстарға қояды екен. Яғни примерно осылай. Так, одан кейін мынау түсінікті ба? Мына бір жерде айтқан. Яғни қазір мысалда тағы да көрсететін боламын. Мысалында қазір мысал ретінде көрсетейін. Яғни мысалында мына жерде ликвидностьпен жұмыс бар. Одан кейін апталық имбалансқа келдік. Мына жерде апталық имбаланс. Апталық имбаланстың ішінде ликвидностьпен жұмыс бар. Ары қарай бір сағаттыққа өтсек, мына жерде қарасақ, бір сағаттық не пайда болды? Имбаланс пайда болды. Осы бір сағаттық имбаланстың не істеймін? Ары қарай лонговый сделкаларды қарастыра бастаймын. Яғни бір сағаттық, немесе 4 сағаттықта қарауға болады. Жерде разница жоқ. Осылай. Яғни мына жерден тест бар. Ары қарай мысалында M15 өтсек. Так, ашайында қала берсек болады. Мына жерде мынаның тесті, имбаланстың тесті. Ары қарай мына жерде ликвидность шешілген. Одан кейін не бар? Одан кейін ары қарай M15 имбаланс бар. Ары қарай мысалында мына жерден ликвидностьтермен жұмыстардан кейін мына жерден ашылуға болады. Яғни осылай. Стопты көбінесе ұзартып қоямын. Неге? Өйткені алтын бір ерекшелігі ол имбаланстың ішінде бірнеше рет ликвидностьпен жұмыс жасап, 2-3 рет жұмыс жасаған жақсы көреді. Сондықтан міне мынау сияқты. Қатар-қатар міне мынау сияқты мысалында. Мына бір рет жасады, тағы бір рет жасады, тағы бір рет жасады деген сияқты. Сондықтан көп жағдайда стопты да ұзартам. Кішкене, яғни тағы да келіп ликвидность тағы да жұмыс жасайтын болса, стоп алқылмайды. Так, стопты осылай ұзартам. Мысалында мына жерден сделка шығу болады деген сөз. Яғни локальный цельдарға мынаған деген сияқты. Осындай сделкалар ашады екенмін. Яғни мынау логика түсінікті ме сіздерге?
Ордерді по рынку ашасыз ба, әлде sell stop или sell лимитпен ашасыз ба? Ой, buy stop, buy limit. Например, осы мисалда. Көбінесе маркетпен ашамын, яғни по рынку. Өйткені мына жерден мынаның ішінен реакция көруім керек та. Сосын барып қана сделканы ашып көбінесе. Кейбір кезде болады, лимиткамен де ашатын кездер, имбаланс пайда болады, лимитка қоятын кездер де болады. Олай да ашуға болады, яғни мына жерге лимитка қойып қойып. Бұл енді өзіңіздің жаңағыдай торговый стратегияңызға байланысты. Яғни лимиткамен ашсаңыз да дұрыс, маркетпен ашылуға болады. Онда қатты бір разница жоқ негізінде. Ең соңғы подтверждающий инверсия болу керек па сонда или қалай? Мына жерде сом қарауға болады. Міне ликвидностьпен жұмыс ары қарай мына жерде локальный бір слом немесе тағы да бір имбаланстың пайда болуы. Сосын онымен қатар яғни корреляцияны активтер бар, яғни мына жерде күміс, яғни күміс алтынмен примерно бірдей жүреді. Яғни мына жерде қарасаңыз, мына жерде имбаланс пайда болады. Алтында тура сол жерде имбаланс жоқ та. Яғни мына жерде имбаланс жоқ. И осы кезде не корреляцияны мынаған қарап отырып сделкада кейбір кезде аша аламын. Яғни көбінесе күміс корреляция жасайды алдымен, соған да арасына қараймын. Енді дәке осы жерде бір сұрақ, мысалы сіз сделканы по рынку ашып жатқан кезде соның жаңағы риск менеджментті қалай есептейсіз уже сол кезде? Стоппен риск депозиттен осы риск менеджмент. Мынаны 100-ге бөлесіз, мына кіресіз қой, мынаған кіресіз, мына жердегі санды мысалында соны 100-ге бөлесіз. Болды. Яғни риск менеджмент кәдімгі лот есептеу ғой. Отта қиындау жоқ. Түсінікті. Рахмет. Так, енді жаңа айттым я, кейбір кезде М5, М3 мен де аламын деп сделкаларды. Ол енді өте мындай рынок өзін мынадай қазіргі кездердегі емес, мынадай күнде, яғни максимумдарды перебите болады. Вот сол кездерде М3 арқылы алатын кездерім болады. Яғни ол қандай кездер? Ол мына кездер мысалында. Мынадай агрессивный доставка болады ғой. Вот сол кездерде М3 мен қарастырам. Яғни ол қалай деген сөз? Мысалында бізде 1 сағаттық имбаланс тұр. Яғни баға оған келеді кейбір кезде. Мынадай тест жасайды. Ары қарай кетеді, ары қарай коррекция береді, ликвидностьпен жұмыс, имбаланс пайда болады. Коррекция береді, кетеді деген сияқты. Осы кездерде не істеймін? М3 мен де ашып аламын. М3 мен М5 пен, яғни қалай мысалында имбалансқа коррекция беріп келді, ары қарай мына жерден агрессивный келу керек, яғни агрессивный коррекция келді, бірден мынадай откуп болады ғой. Яғни мына жерден инверсия болса, соңға кіші таймфреймдегі имбаланс жаңадан имбаланстар пайда болса, соны ары қарай қоса аламын. Ол бірінші түрі, бұл жаңағыдай рынок былайша айтқанда агрессивный қозғалған кезде. Одан кейін тағы бір екінші типі бар. Ол мысалында имбаланс бар бізде. Баға келді да, ол кішкене андай бір сабырлы кездер болады ғой. Асықпай келіп осындай коррекция береді, мысалында. Коррекция береді. Мысалында мына Азия болады. Азияда жақсы бір расширение болады. Лондон мен Франкта коррекция болады. Одан кейін кіші таймфреймден ликвидностьпен жұмыс болады. Ары қарай имбаланстың пайда болса, одан да не істейміз, сделкалар қарастырамын. Бұл енді
мындай боковиктагы рынокто эмес, кәдімгідей жақсы мындай ускорениялар келатат, вот сол кездерде карастырам. Так. Мысалға қаз көрсетейін. Мысалға міне. Азия сессиясы ашылды. Ары қарай имбаланс пайда болды. Есімдікті қойдым. Ары қарай коррекциясын күтем. Мына жерде міне қарасаңыздар, бірден имбаланс пайда болды. Осылай ашылды. Немесе М3-де де сол. М3-ден ертерек кіруге мүмкіндік бар да. Мына жерде мысалы. И бір фиксированный эррорға не істеуге болады, сделка қарастыруға болады. Осылай. Яғни мынадай сделкаларды қарастырамын көбінесе. Так, мынау түсінікті деп ойлаймын. Осы жерде 1 сағаттыққа өтсе аласыз, имбалансты көріп жүрейін дедім. Түсіндім. Рахмет. Так. Енді алтынның былайша айтқанда андай ерекшеліктері туралы талқылайық. Яғни ол қалай жүреді. Мысалында бір күндік таймфреймға қарасаңыздар, мына жерде мынау үлкен таймфреймдегі жұмысы компрессия қалдырып баратқан сияқты да. Яғни алтынның бұл ерекшелігі осы да. Яғни үлкен таймфреймде ол күндік болсын, 1 сағаттық болсын, ол былай келетуі мүмкін да. Осылай келіп, яғни көп ойлайды, мынаның барлығын қазір снятие болады деп. Ол осылай келіп, не істейді, ары қарай расширение кетеді, ары қарай. Мынадай кездер болады. Көбінесе мынау сияқты, мысалында қарасаңыздар. Айтқанда компрессиямен келатыр, ары қарай бәрі выход болды да, сосын. Мына жерде барлығы көбінесе, яғни шорт күтеді. Бұл алтын ерекшелігі осындай компрессиямен жүру. Яғни бірақ мынаның ішін ашып қарайтын болсаңыздар, мысалында күндік таймфрейм болатын болса, 1 сағаттыққа өтіп қарайтын болсаңыздар, осы периодты мысалында 1 сағат, 4 сағат разница жоқ. Қарайсыздар, мына жерде ордер флоу тап-таза келатыр да. Қарасаңыздар, ликвидностьпен жұмыс. Ары қарай мына жерде ликвидностьпен жұмыс. Локально барлығын тазалап келатыр да. Былайша айтқанда, алтынның ерекшелігі осы да. Көбінесе осындай компрессиямен қалдырып жүреді. Бірақ бұл деген сіздерге, яғни шортқа кіру деген сөз емес. Керісінше ары қарай лонгта отыру керек деген сөз да. Міне мынадай жағдайлар міне көріңіздер. Ликвидностьпен жұмыс жасайды да, мысалында былай қарасат компрессияда шешілу керек сияқты, бірақ ол ары қарай не істейді, ары қарай несін жалғастырады. Яғни теханализді кім меңгерген болса, яғни мынадай бір треугольниктер сызады ғой, сосын выход болады. Осыған ұқсасты несі жүрісі. Бұл не алтын ерекшелігі осындай. Кейбір кезде, яғни мынау күндікте осындай компрессия қалдыру мүмкін, кейбір кезде, яғни 1 сағатта да, 1 сағаттық таймфреймда да түсініксіз келетуі мүмкін да осылай. Бірақ 3 минутқа өтіп қарасаңыз, 3 минутқа өткенде әп-әдемі не болады, мына жерде ордер флоу болады. Ол көбінесе жаңалық күндері болады. Егер де мынау 3 минуттықпен қосылсаңыздар,
бұл не істеу керек? Бір локальный таргеттерға ғана тарта аласыздар. Бұның ерекшелігі осы. Яғни мына жерге жазып қойсақ болады. Егерде LTF, яғни кіші таймфрейм деген сөз 3 минут немесе 5 минут. Яғни осындайда order flow көрсеңіз, OF көрсеңіз, яғни тек локальный бір таргеттерға қарайсыздар. Егерде HTF пен order flow қарасаңыздар, онда глобальный қарауға болады. HTF бізде яғни мынадай жағдайда 3 минутте көріп тұрсыздар ма? Ең жақын ближайший цельдарға ғана тегті қоясыздар, болды. Ары қарай мысалда тартудың қажеті жоқ. Оған мысал кешегі алтын болды. Қараңыздар. Мына бір жерде қарасаңыздар, имбаланстың тесті бар. 15 минут қойдық қарасақ, ликвидніспен жұмыс бар да жерде. Бірақ жүрісі дейді, ешқандай имбаланс жоқ, ешқандай ликвидніспен жұмыс жоқ. Просто әдемі емес қозғалып бара жатыр да. M3 қойдық қарасақ, мына жерде қарайсыздар. Мына жерде order flow келе жатыр, тап-таза. Яғни қалай ликвидніспен жұмыс, ары қарай имбаланс тест жасаған, ликвидніспен жұмыс, ары қарай тағы да ликвидніспен жұмыс. Көрдіңіздер ма? Яғни бұл жерде сіздер мынау глобальный мына жақтарға дейін таргет қарамайсыздар. Тек қана бұл мынаған дейін мысалында. Мынаған дейін қарауға болады. Ары қарай тартудың қажеті жоқ. Яғни бұны ликвидніспен жұмыстан кейін не істейді? Бірден жаңалық шығады да, мынау жиналған компрессияның барлығын бірден шешеді. Бұндайдан яғни сделка алатын болсаңыздар, ұзаққа тартудың қажеті жоқ. Осындай моменттер бар. Бұл ситуация, яғни күндік таймфреймді да қайталанады негізінде. Яғни қалай? Баға осындай компрессия вроде қалтырып баратады. Сосын бір жаңалықтарда жақсы бір проливтер болады осындай. Сосын не істейді? Мына жақта күндік бір апталық имбаланстарға келеді. Соның ішінде ликвидніспен жұмыс болады. Сосын ары қарай тағы да осылай көтеріледі. Сосын тағы да бір жаңалықтар болса, тағы да осындай бір не болады. Осылай не істейді? Баға жүреді, яғни мына жерден мынадай бір нелер болады. Сосын ары қарай көтеріледі. Локальный не болып мына жақтарға дейін бару мүмкін. Немесе мына жақтан компрессия жасап баратып, бірден де кетіп қалуы мүмкін да, бірден мысалы максимумды шешу мүмкін. Осындай кездерде мынау мысалында бір күндік таймфреймде жүріс осындай. Яғни қазір көрейік, бір күндік өтіп. Тура осындай картинаны байқаймыз. Яғни міне қараңыздар. Компрессия қалтырып бара жатыр. Ары қарай мына жақтан бір жаңалықтар шыққаннан кейін жақсы бір коррекциялар болады. Мынау да солай. Ары қарай проливтер болады. Тағы да осылай. Бұл өткендегі жаңағы геополитикаға байланысты да не істеп тұрады? Өзгеріп тұрады. Мынау Иран мен жаңағы ақш-тың соғысының кесірінен осылай болды. Енді мысалында мына жерде ликвидніспен жұмыс, енді тағы да былай көтеріледі. Осындай көтерілу қарастырылады. Тренд қандай қазір жалпы алтында? Тренд лонговый. Лонгқа ауысып отыр ақырындап. Бірақ тағы да бүгін жаңалық шықты. Бұл геополитикаға қатты байланысты, яғни Иран мен ақш қайтадан келісілмеді. Сондықтан тағы да естеді. Бұндай шорт пайда болды.
осының әсерінен геополитика қатты әсер етеді. Мынау кеше мысалында келісті дегенге реакциясы да мысалында алтын бірден кетіп қалды. Мынау шорт, яғни келісе алмалық дегенге. Енді күнде әрқалай жаңалық шығып жатқаннан кейін мынау кішкене боковикке тұрып қалды да, яғни қайда барарын білмей қалды да. Яғни жалпы мына жерден қарасақ лонговый поток приказы басталды негізінде. Яғни мына жерде апталық имбалансқа келдік. Ары қарай мына жерде имбаланс тест жасадық, ликвидностьпен жұмыс. Енді мына жерден ликвидностьпен жұмыс. Мына жерден яғни мынаны Fibonacci тартуға болады. Яғни мына жақтарға дейін әлі коррекция беру мүмкін. Енді осы жақтардан лонг қарасаңыздар жақсы болады негізінде. Ұсынулардан. Енді бізге тайминг бойынша талқылайық. Қандай уақытта яғни трейд жасаған жақсы, қай уақытта жасамай қойған дұрыс деген сияқты. Нәтижеге жазайық. Яғни 4 сағат 4-тен бастап түнгі примерно 7-ге дейін 7:07 00 аралығында бізде азиатский сессия басталады. Бұл сессияда не істеуге болады? Сделкаларды қарастыруға болады. Яғни бұл жерде не керек бізге? Белгілі бір нарратив қай жаққа баратқаны белгілі болу керек. Мысалында лонговый генератор деген сөз. Ары қарай манипуляция керек. Яғни Азияның манипуляциясы, ликвидностьпен жұмыс, соның несінен не істейміз? Сделкаға қоса аламыз. Бұл жерде тәртіп осы. Яғни 7:00-ге дейін ары қарай одан кейін сделка қараудың қажеті жоқ. 7:00-ден кейін, яғни осы аралықта ең жақсы сделкалар береді Азия сессиясында. Одан кейін бізде 07:00-ден 12:00-ге дейін уақытта просто қарау керек. Қарамасаңыздар болады, просто ақпарат ретінде. Сделка ашудың қажеті жоқ та бұл жерде бір уақытта. Одан кейін 12:00-де бізде не ашылады? Франкфурт ашылады. Ол қай уақытқа дейін? 13:00 аралығында. Бұл да ақпарат ретінде ғана қарастырыңыздар. Бұл уақытта да көбінесе, яғни франкта не істейді, Лондон қайтып шешіп, яғни негізгі қозғалысын жалғастырады ары қарай. Одан кейін 13:00-ден бастап 15:00-ге дейін примерно ол бізде Лондон уақыты. Лондон ашылады осы уақытта, яғни 1-ден бастап
яғни OTT, яғни Optimal Trade Entry. Бұл жерде сделка ашуға болады. Яғни плюс ретінде оқып қойып, мына жерде плюс алар минус. Сосын 15:00-ден бастап бізде 15:00-ден 16:00-ге дейін ол бізде ланч тайм. Ланч таймда бұл жерде сделка қарастыруға болады, бірақ көбінесе ланчта қалай болады, мысалында Лондон манипуляция жасайды, ары қарай жақсы расширение болады, и 3-тен кейін мысалында графиктің қайтып келген, яғни точка входаңызға қайтып келген көресіздер. Көбінесе солай болады, немесе боковикте тұрып қалады. Кейбір кезде, яғни қайтадан қосымша манипуляция жасап, сосын барып қана кетеді. Бұл ланч таймда, яғни байқау керек, қарап отыру керек графиктен. Бұл жерде де не істейді, егер манипуляция жасаса, қайтадан сделка ашуға болады. Сосын 16:00-ден 17:00-ге дейін Нью-Йорк ашылардан бұрын 1 сағатта оғанда істеуге болады, сделка ашуға болады. Яғни кейбір кезде былай болады, осыған дейін манипуляция болып қояды, ары қарай Нью-Йорк келеді, мысалда имбалансын тест жасап, Нью-Йорк ашылған уақытта осы Нью-Йоркта жүрген қозғалыстың былайша айтқанда идеясын қабылдайды, ары қарай қозғалысын жалғастырады деген сияқты. Бұл Нью-Йорк, бұл пре-Нью-Йорк, ары қарай бізде қазір бізде ауысып жатыр, яғни білесіздер, қазір қысқы уақыттан жазғы уақытқа Лондон әлі ауысқан жоқ, ауысқаннан кейін мына жер 14:00 болады, бәрі 1 сағатқа артқа жылжиды Азиядан басқасы. Әзірге дәл қазір уақытта тек Нью-Йорк қана ауысқанда. 17:00-ден 21:00-ге дейін не болады бізде? Нью-Йорк болады. Нью-Йорк бұл уақытта да не істеуге болады? Сделкаларды қарастыруға болады. Осы көбінесе бұдан кейін ары қарай 21:00-ден кейін де сделкалар беріп жатады, бірақ мен өз басым оны қармаймын. Яғни примерно 8:30-ға дейін сделка берсе берді, бермесе ары қарай келесі күнге қарастырмайды екен сделкаларды. Бұл 21-ден 1:00-ге дейін. Ары қарай не осы уақыттарда 4-ге дейін, 5-ге дейін сделка қарастырмаймын ары қарай. Бұл уақытта ары қарай мына жерде бос аралықтар бар ғой. Осы аралықтарда көбінесе спред үлкен болады. Бұл жерде мүлдем сделка ашудың қажеті жоқ. Ақпарат ретінде ғана да. Бұл не? Бұл жалпы тайминг. Сұрақтарыңыз бар ма осы бойынша? Жалпы мынау алтынның мысалында мынау евродан валютный паралардың айырмашылығы осында да, ол Азияда да жақсы жүреді, Лондонда да жақсы жүреді, Нью-Йоркта да жақсы жүреді.
неге? Өйткені алтын бұл әлемдік жаңағы резервный актив болғандықтан не істейді? Көбінесе волатильності бұлардан қарағанда жаңағыдай валюткалардан қарағанда жақсырақ. Сделка ашуға да осындай 3 сессияда да не істей бересіздер, қарастыра беруге болады. Яғни бұл жерде сделка алсаңыздар, мысалы Азияда бастапқы бір уақыттарында, яғни бір мысалы жаңа 4-тен 6,5-ға дейін примерно бір манипуляция күтесіздер. И осы аралықта ғана сделка қарастырасыздар. Яғни Лондон ашылғанда мысалы там 1-ден яғни 13:00-ден примерно бір 15-20 минуттан кейін манипуляция болуы мүмкін. Яғни сессия ашылған уақытта сделкалар қарастырасыздар. Мына жердегі мысалы Франкфурт немесе Франкфуртқа дейінгі уақыт, ол жерде неге жаңағыдай трейд жасамаймыз? Өйткені жаңа сессия ашылып жатыр да. Жаңа сессия сіздің жаңағыдай ликвидностьпен жұмысыңызда қосымша манипуляция жасап, сосын барып қана кетеді көп жағдайда. Сондықтан мына уақыттарда, яғни ақпарат ретінде деген уақыттарда не істейміз? Сделкаларды алмауға тырысамыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Осы сессия мен трендті қосып қалай жұмыс істеуге болады? Көрсетесіз ба соны? Мысалында былай да қараңыз. Бағанағы мысал болды, күндік имбаланс бар дедік. Күндік имбалансқа баға келді делге. Келді. И мысалында бұл жерде 1 сағаттықта манипуляция жасап имбаланс пайда болды. Сосын сол имбалансқа коррекция уақыты сіздің мынау мысалы Лондон KZ-да немесе Нью-Йорк ашылған уақытта сізде коррекция берді делік. Сол коррекцияда осы уақытта ашылуға болады деген сөзді сделканы көріңіз ба? Мысалында былай да болады да. Яғни коррекция бердік жаңағы күндік имбалансқа. Күндік имбалансқа коррекция берді. Бірақ Азия сессиясында келді коррекция. Мына бір жер примерно бір 10-ның кезі деп ойлайық, сағат біздің Қазақстан уақытымен. 10-ның кезінде манипуляция жасады. Бірақ сіз не істейсіз, оны просто өткізіп жүресіз ақпарат ретінде. Неге? Өйткені ары қарай Франкфурт шығады, қосымша манипуляция жасауы мүмкін, ары қарай Лондон тағы да манипуляция жасауы мүмкін, сосын барып қана негізгі жаңағыдай қозғалыс басталуы мүмкін да. Сондықтан мынау таймингтарға қараңыздар да. Мысалы мынау Азия сессиясында просто коррекцияда болуы мүмкін да. Ары қарай мынау айтқан таймингтардан не істейсіздер? Сделкаларды ашасыздар. Осы уақыттарда көбіне имбалансты немесе манипуляция болады. Так, мысал ретінде қаз көрсетейік, мысал ретінде болса. Мысалында мынау неді? Соңғы мысал. Қараңыз. Апталық имбалансқа келдік. Апталық имбаланстан естедік, ликвидностьпен жұмыс жасадық. Ары қарай 1 сағаттық өттік. Енді қараңыз. Мына бір жерден сделка қарастыруға болады. Яғни мына бір. Яғни қараңыз. Мына бір жерде Франкфурт манипуляция жасады, ары қарай Лондон мысалында мына жерден не пайда болды? 15 минуттық имбаланс пайда болды. Мына бір жерден Лондон ашылған уақытта мүмкін коррекция берсе, осы жерден лонг алуға болады. Көрдіңіз бе? Егер де мына барлығын Азия жасайтын болса, осы барлығын Азия, онда яғни кеш Азия болады ғой, мысалы мына 10-нан 8-ден бастап Азиялар осылай жасайтын болса, онда келесі сессияны ашылған күткен дұрыс та. Немесе ары қарай қараңыз, ары қарай не болды? Ары қарай Нью-Йорк расширение, жаңағы Лондон мен Нью-Йоркта расширение, Нью-Йорк боковикте тұрды. Яғни мына бір кезде сделкаға лонг екені түсінікті, бірақ мына жерде лонгқа кіріп кетпейсіз да. Яғни неге? Өйткені мына жақтан маған мына жаққа келген күткен дұрыс та. Мына бір имбалансқа.
осының тестінен көріңіз, мынау Азияда бірақ жетті да, міне Азияда жетті, көріңіз, сағат 6 мен 7 аралығында не істеді, манипуляция жасады. Осы уақытта не істеуге болады, зеркало қарастыруға болады. Яғни мына бір уақыттарда көріңіз, движение аз болды, мына бір уақытта 9-дан кейін просто баға бір боковикте тұрды. Сосын ары қарай Азия өзінің қозғалысын жасады, ары қарай имбаланс берді. Көріңіз, осы уақытта не істеуге болады, зеркало қарастыруға болады. Кең зоналарда да. Бұл жерде яғни 7, бұл жерде енді 9:30, бұл жерде енді мен қарастырмас едім негізінде. Яғни ары қарай там Франкфурт ашылған уақытта осы уақыттарда немесе міне имбаланстан ары қарай лонг қарайтын едім. Мынау дейдка енді свингке алатын болса қалай істейді? Свинг яғни былай да. Бұл жерде таймфреймдер үлкейетті. Яғни бұл жерде біз интрадейда мысалында бір күндік, одан кейін 1 сағат, 4 сағат қана алатын болсақ, көбінесе 1 сағат алып, 15 минуттық қана алатын болсақ, кіші сделка ашуға 3 минуттық алатын болсақ, неде жаңағы свингта көбейетті. Бұл жерде 1 айлық болады, 1 апталық болады. H4 и сделка алу үшін мысалында H1 ғана болады. Көріңіз қалай? Осы последовательностьте яғни қарайсыз. Свинг сделка алу үшін. И бұл жерде мысалында мынау глобальный неге келді. Мысалда мына жерден мынаны қарайық. Көбінесе алтынның жүрісі бойынша. Яғни не істеді? Имбаланс тест жасады. Ары қарай 1 сағаттыққа өттіңіз, яғни 4 сағаттыққа өттіңіз. Мына жерден жақсы ликвидностьпен жұмыс болды. Мына жерден не істеуге болады? Свинговый сделка қарастыруға болады осылай. Яғни біз жаңағы кіші таймфреймдардан 1 сағаттықтан төмен таймфреймдардан имбаланстар тауып көретін болсақ, бұл жерде как минимум яғни 1 сағаттық 4 сағаттық подтверждение болу керек та, яғни күндік имбаланстан. Ары қарай мысалында мына жерде келді, ликвидностьпен жұмыс жасады. Ары қарай не істейсіз? Ары қарай таргет ретінде мысалында мына бір имбаланс алатын болсаңыз, 1 сағаттық өтсеңіз 4 сағат. Мына жерде не бермеді, яғни свинговый бермеді сделка. Мына жерде 1 сағаттық имбаланс бар. Осы жерден қарастыруға болады яғни. Свинговый неге қанша депозитпен кірген дұрыс болады? Негізі стоп-лосс көп болады, расстояниесі. Қалай қанша депозитпен кіруге? Примерно депозиттің 1%-мен одан көбіміз. Просто стобы көп болады, ол слишком деп атқаным ғой, свинговыйларды. Ол свинговый ғой сол үшін. Онда стобы қысқа керек болса, онда интрадей торговать етіңіз. Яғни осындай сделкалар қарастыруға болады.
ал вот жаңа сессиялар бойынша мысалы азиялардың мысалы жүру направлениесін қолданса, Азия мысалы однонаправленный или Азия хайлау деп шешеді ғой, соларды шешкен кезде қай кезде шешеді, соларды алдын ала определять етуге келе ма? Оған қатты қарамаймын. Главный нарративті түсініп тұрсаңыз болды, қай жаққа барады сол Азияның қандай болатыны маңызды емес қой. Жалпы мысалы нормальный ордер фол келе айтатын болса, бір сағаттықта делге. Мысалында Нью-Йорктан мынау Лондон мен неде расширение болды, сосын кішкене не болып қалса мынадай. И мына жақта бір таргеттер бар делікті. Яғни Азия көбінесе, яғни мына жақтан снятие жасайды, мына жерде EQL барлығын. Сосын барып расширение кетеді осылай. Осы принциппен жұмыстан қосыласыз да. Яғни баға баковекте тұратын болса, мынадай. Мұнда мұндай қарастырмаған жақсы да. Яғни мысалында қарастыруға болады, яғни мысалында мынау сыртқы девиация болады ғой. Сол Азия уақытында осындай девиациялар болса, осындай сделкалар қарастыруға болады. 0,5 сонаға дейін немесе келесі неге дейін, хайға дейін. Иә, просто жаңа айтқан Азия однонаправленный болса, оны Азияны бұру қиындау болады да. Сосын жаңа Азияны, если франк енесімен закреп болатын болса, дальше лонговать етеді деген сияқты соларды қарастырасыз ғой дедік. Особо жоқ қарастырмаймын. Просто Азия расширение болатын болса, имбаланстар тастап кететін болса, көбінесе Лондон мен франк баковикте тұрады осылай. Сосын Нью-Йорк снятие жасайды да, ары қарай Нью-Йорк расширение кетеді. Алтын көбінесе Азияда жақсы жүреді, и мынау неде Нью-Йоркте жақсы жүреді. Мына уақытта баковикте тұрады көбінесе. Одан кейін алтын көп жағдайда, яғни мынадай боковой движение тұрады. Сол уақытта байқап торговля жасау керек. Я ол барады несіне, таргетіне, бірақ ұзақ уақыт жүреді. Мынадай кездерде. Өткенде тұрып қалдық мысалында. Қатарынан бір аптаға дейін мысалы. Осындай кездерде баға андай хаотично қозғалады. Сіз айтқансыз ғой ютубта сабақта ше, сессиялардың жаңағы ликвидін шешуге тырысады деп ше. Шешкеннен кейін келесі жаққа кете береді да. Бұл жерде контекст бойынша қарау керек та оның бәрін. Бұл жерде мысалында қалай ликвидность, яғни мынау Азия сессиясы болатын болса, Азия сессияның ликвидностьтары хай мен лой болады. И оны мысалында көбінесе Лондон манипуляция жасайды, ары қарай расширение болады деген сияқты. Немесе бұлай болуы мүмкін да. Мысалында Азия расширение болады, баковикте тұрады Лондон мен франк. Одан кейін лондонский лойды шешеді, мысалында Нью-Йорк лондонский лойды шешеді, ары қарай расширение болады. Бүгінгі не бойынша түсіндіріп бересіз? Бүгінгі жүрісті түсініксіз деу, иә? Бүгінгі жүріс осы қандай бір сессия бойынша логикаға аса бағынбайды, өйткені жаңалықтар шықты. Өздеріңіз көрген шығарсыздар. Иран мен біресе келісті, біресе келіспеді. Мына движение, яғни келістік дегенге шықты да, мынау қабылдадық дегенге не істеді? Баға жақсы ускорение берді. Мына жерде чисто боковикте тұрды. Мынау құлағаны ол Иран келіспейміз деп жаңалық шықты, содан. Мынау просто боковик, бұл жерде особо қызықты не болған жоқ, негізінде позиция болған жоқ. Яғни біреуін қарастырдым, оны өткізіп алдым. Мына бір движение қарастырамын, мына жерде ликвидность шешілді, ары қарай мына бір жерден қарастырамын, бірақ тағы да қосымша подтверждение іздедім. Ар жақтан ары қарай лонг алу планда болды, бірақ бірден жаңалық шықты да барлығын құртты. И боковикке тұрып қалды одан кейін. Просто жаңағыдай жібере салдым сессияны.
жаңалықтарды сол инвестингтен қарап отырасыз ғой да, жаңағы келіседі келіспейді. Жоқ, мен көбінесе Forex Factory деген сайт бар. Осы сайттан қараймын. Инвестингтен қарамайды. жалпы дневка бойынша боковикте да не золото. Жоқ, дневка бойынша лонговый тренд басталып келе жатыр негізінде. Мына қарасаңыз. Ближайший цель негізінде мынау. Енді геополитика әсер етпесе, осыған бару керек. Мына жақтан қарасаңыз, лонговый ортақ салып отыр. Жалпы нені лонгқа қарастыру керек та позицияны жалпы. Иә, бірақ сонда да байқау керек қазір геополитикандай тұрақсыздықта жаңағыдай мысалында барлығы мына уақытта негізінде лонг күтіп отқан еді мынау алтыннан. Өйткені неге? Өйткені әрбір соғыс болған сайын не алтын білеміз жақсы ұшады баға. Бірақ осы жолы бәрі керісінше болды. Яғни барлығы лонг күтіп отырды, бірақ ол шортқа кетті. Иә. Жерде яғни көптеген не бар, яғни крупный игроктарға байланысты барлығы, яғни үлкен инвесторлар өздерінің былайша айтқанда ақшаларын қорғайды. Яғни сол үшін бұл жерде ақш яғни доллардың күші өскендіктен олар долларға салды да ақшаларын. Яғни алтынға емес. Алтыннан алды да мысалында долларға салды. Неге? Өйткені ақш бұл жақта басымырақ та соғыста. Сондықтан солай таңдады деп ойлаймын. Сондықтан яғни алтын құлады. Так, лот есептеу туралы видео болу керек негізі. Қарап көріңіз. Бір күнде екі сделка нормально ма ашқан? Бір күнде екі сделка? Бір-екі. Торговый стратегияңызға сай келсе, болады нормально. Егер де просто сделка ашқыңыз келіп ашса, онда дұрыс емес. Яғни нарықтан сіз өзіңіздің сделкаңызды іздеуіңіз керек та. Яғни ондай сделкаларды алу үшін сіз бэктест жасауыңыз керек көп. Бэктест жасаған уақытта не пайда болады? Белгілі бір система пайда болады да. Сондай бір системасы керек та. Интрадей торговля ету үшін сағаттық таймфрейм қолданасыз ба әлде одан төмен ба? Интрадейда я сағаттық 15 минутты қолданам. Көбінесе солар. Одан төмен түспеймін. Одан 3 минут просто вход үшін ғана да 3 минут 5 минут. Одан төмен түспеймін. Яғни ордер флоудың өзін көбінесе 1 сағаттықтан қараймын. Сосын түсіндіріп жібересіз бе, ана стопты өте кішкентай қылып қояды ғой. Олар агрессивно кіргендер ма? Стопты өте кішкентай қылып, олар ордер блоктан алады, скорее всего. $1-2 деп көрсетіп жатады. Ондай темалар ол скальпинг шығар көбінесе. Мен ондаймен айналыспаймын. Бәрібір ол андай неде ұзақ уақыттағы статистикада олар бәрібір минусты да.
стоп кыскартуунун кажети жок да. Яғни интрадай болгондуктан башка стиль чыгар мүмкүн. Там скальпинг бар негде. 1-2 долларлык ондай стоп жок азыр. Давлет, менде де бір сұрақ бар еді. Мысалы, бір нелер тыңдап жатсам, часть позиции закрой деп жатады да, мысалы, или бірінші тейк, екінші тейк деген сияқты. Сонда бір сделкамен кіріп оған сен, или ол екі сделкамен кіріп жатқандар ма? Қалай сол? Или буға қоя ма сол бір белгілі бір межеге жеткенде? Час сделки деген ол мисалында қалай? Мисалында мына бір жерден сделканы ашат. Мисалында делик. Одан кейін жок былай алайыншы. Мисалында биз жана айттык, мынау алтын мына жакка баратыр деп. Күндүк имбаланска деп, иә. Мисалында мына бір жерден сделка алдыңыз деп ойлойк. Мына бір жерден, иә. Яғни примерно бір мына бір отметкаларга келгенде сиз уже примерно бір 20% жоп жасайсыз. Тағы бір келесі деңгейге жеткенде Жоқ, 20% қалай жабасыз ол сіз бір сделкамен кіріп отырсаңыз? Или бірнеше сделкамен? жабуға болады ғой. Сонда бір определенный латаж жоп жасайсыз болды. Осы мәселені түсінбедім вообще. Брокермен торговля жасайсыз ба? Иә. Скорее всего, терминалда мындай бір карандашның суреті тұрады. Закрыть частично деген тұрады. Мен, например, 001 мен ашам, иә? Оның қалай жартысын жабам? 001 болса, ол ең минималь шығар. Иә, Онда жаба алмайсыз ғой. жаба алмайсыз да. Одан выше болса жабуға болады да. Карандашпен сонда корректировка жасаймын ғой, сонда или қалай? Мисалында 0,1 мен ашсаңыз 0,5 жаба аласыз. 0,05 яғни жартысын деген сияқты. Түсінікті. Енді стоп шығып көру керек екен, енді түсінейін деп отырмын. Яғни бұл жерде 50% болады да. Жалпы оны былай да есептеуге болады. Мисалында қанша рискпен ашасыз сол да. Мисалында депозитіңіз мисалында $1000 болатын болса, 1% рискпен, допустим, $10,000 болатын болса, я мисалында депозитіңіз. Мисалында 1% рискпен аштыңыз сделканы. Ол сізде қанша $100 болады. $100 аштыңыз, белгілі бір таргетке жеткеннен кейін жартысын кесіп тастадыңыз мисалында. Сізде рискте $50 қалады да. Ашқан неңізді мисалында 50%-ке қысқартып тастау үшін қанша лотпен ашасыз, соны 2-ге бөлесіз де жаңағыны жазасыз да, жоп жасайсыз. Рахмет, түсіндім. Бұл жерде бұл риск менеджмент позициялары өте не, яғни добор жасауға болады, мисалында мына бір жерден қосылуға болады, мына жерден қосылуға болады деген сияқты. По ходу қосылуға болады, яғни стоптарды жылжытуға болады егер свинговый торговля жасасаңыз. Яғни мына жерден кірдіңіз, келесі күні жақтарға өскеннен кейін стопты мына жаққа көшірдіңіз деген сияқты. Жоқ, стоптар түсінікті ғой, жаңағы нені түсінбей жатыр едім да, бір сделканың өзін уже жаңағындай неге фиксировать